Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте оңай және тез дайындалатын пирог дайындаймыз. Міндетті түрде қайталап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте көп қарапайым хит рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма көріп тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге қажет болады бөлме температурасындағы 100 грамм сары май, оған 150 грамм қант қосамын және де екеуін араластырамын. Осылай араластырып аламын, өйткені блендермен араластырсам, қанттар қатты жан-жағына ұшып кетеді. Одан кейін блендермен араластырамын және де кезектен 2 жұмыртқаны қосамын. Және тағы да екінші жұмыртқаны қосамын да араластырамын. Келесі 200 грамм ұнға 10 грамм, яғни 1 шай қасық разрыхлитель қостым, және осыны да жаңағы сұйық тестамызбен араластырамыз. Одан кейін барып қолмен илей береміз. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес, орташа міне осындай болып шығады. Илегенге өте ыңғайлы. Жалпы 2 бөлікке бөлуге болады бұны. Бір бөлігін морозильникке апарып қоямыз. Қатып тұру керек. Менде осындай противень. Бір бөлігін оқтаумен илеп, осылай жайып, әдемілеп формамызға келтіреміз. Жұқа болғаны дұрыс, себебі көтеріліп келгенде өте қалың болып кетуі мүмкін. Келесі менде бұл өрік вареньесі. Блендерден өткізген, сонда джемға кішкене ұқсап келеді. Сіз кез келген вареньені қолдансаңыз болады. Блендерден өткізу ол міндетті емес. Келесі тоңазытқышта тұрған біздің қамырымыз уже қатты. Енді осыны біз теркадан өткіземіз. Үлкен жағынан өткізу қажет. Және пирогтың барлық бетіне осылай жүргізіп шығамыз. Пирогты 180 градуста 35 минутта өте әдемі және сарғыш болып шығады. Сіздің өзіңіздің пешіңізге қарай енді уақытын қоярсыз. Мінекей осындай керемет пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.